Екі бас тұз, топонимдік аңыз. Ел мен елдің арасында сауда-саттықтың кеңінен таралған кезі екен. Бір саудагер адам өзінің мүліктерін бірнеше түйеге қомдап артып, адырлы даламен сапар шегіп келе жатады. Ұзақ жолдан шаршаған, қалжыраған керуен бір тұстарға келгенде аялдап, ас ішіп, ауқаттанбақ болады. Кепкен еттерін алып пісіруге дайындалады. Бірақ от жағатын отын таба алмай, дағдарысқа душар болады. Жинап әкелген шөп-шалам мен шөпшектер тез жанып кетіп, ет пісіруге келмейді. Біраз адам даланы шарлап тезек іздеп кетеді. Сөйтіп жүргенде бір тышқанның інінен шығып жатқанды көреді. Әлгіні қызық көріп жинап, қап түбіне салып алған тезек теруші керуен жайғасқан жерге қайтып келеді. Шамалы жиналған тезектен от жағып, дөңгелене отырған бір топ адам әлгі қара тастарды қолдан қолға өткізіп, тамашалап қарайды. Шамалыдан соң уыстаған күйінде біреу жанған отқа қарай лақтыра салады. Отқа түскен бір уыс қара тастар қызуы күшейіп жана бастайды. Соны көрген керуеншілер, жанатын қара тас шығатын жер екен мынау, бұл жерге біз белгі қойып кетейік, елге барғаннан соң көпшілікті ертіп әкеліп өнім алармыз дейді де, саудалауға әкетіп бара жатқан үлкен тұзды бірінің үстіне бірін қойып қалдырып кетеді. Кейін көпшілік жиналып келерде жаңағы жерді екі қос тұз қалған жер деп іздеп, соңынан екі бас тұз аталып кеткен екен. Келесі тыңдайтындарыңыз Ереймен тау. Сонау ерте заманда Ақтабан шұбырынды кезінде Қанжығалы деген ел сырдың бойын мекендеген екен. Бірақ жаугершіліктің әртүрлі ауыртпалығының әсерінен мал мен жанға қолайлы жер іздеп Сардаланы бетке ала көшеді. Көш жүре-жүре арқаның айтулы көк шалғынды таулы аймағына келіп ат басын тірепті. Бір тасты таудың басына шығып байқаса, тастары ыстық екен. Сонан бұл тауды күн шалпын деп атайды. Келесі бір таудың беткейін аралап жүрсе, әр жерде жатқан ірі тастарды көреді. Бұл таудың атын Сандық тас деп атайды. Күндердің бір күнінде жоңғарлар ойда жоқта шабуыл жасапты. Бөгенбай батыр бір топ сарбаздармен жоңғарларға қарсы шығады. Жекпе-жек болып, жаудың батырын найзамен жаншып түсірген Бөгенбай жеңіске жетеді. Қалмақ батырының мінген аты Тұлпар болса керек. Бөгенбай қашқан жауды түре қуып тастап, жаңағы атты бір жігітке іздетіпті. Арада бірнеше күн өткенде әлгі жігіт күрең атты Кәрітау деген жерден тауып жетекке алып ауылға келеді. Сұрағандарға атты ерімен табылды деп жауап беріп отырады. Осыдан жаңағы Кәрітау, Ерімен тау, кейін келе Ереймен тау аталып кеткен екен. Жеті құдық. Баяғыда осы таулардың ортасында Ортау ауылында жеті ағайынды емші өмір сүрген екен. Олардың емдемеген емі, жазбаған ауруы қалмаған. Күндердің күнінде ауылға үлкен дерт келіп, ауыл жаппай ауруға ұшырайды. Осыдан бастап жеті ағайындыға келген жандардың қарасы көбейе түседі. Халықты емдей алмайтынын түсінген олар енді бір халықты бір сәтте емдеуге болатындай емдік шөп іздеп тауға кетеді. Бірақ сол түні олар оралмайды. Ауыл адамдары сол тауға қарай іздеу салады. Алайда ол жерден қатарынан тұрған жеті құдықтан басқа ешкімді таппайды. Содан бері кімде-кім сол жеті құдықтың жетеуіне де түссе, бір жыл бойы ауырмайды екен. Міне осыдан бастап жеті құдық ел аузына аңыз болып ене бастайды. Жорға тау. Баяғы өткен заманда Базарбай деген бай болыпты. Байдың Төлеген деген батыр баласы бар екен. Жігіт болып ер жетіп, өзіне лайықты жар табуға ел ішін аралап кетеді. Күндердің бір күнінде Шекті деген елде Жібек деген сұлу қыз бар деп естиді. Көп күндер жүріп іздеп барған Төлегенге Жібек 3 түрлі шарт қояды. Ол шарттар балуан күрес, ат жарыс, жан бату. Осы 3 шарттан да мүдірмей өткен Төлегенді Жібек ұнатыпты дейді. Бірақ араларында жер дауы шешілмеген екі елдің байлары балаларына рұқсат бермепті. Арада көп күндер өтеді. Әбден амалы таусылған екі жас бір күні түнде Жібектің жорғасына мінгесіп қашқан екен.
Соңынан шыққан қуғыншыға жүйрік жорға жеткізе қоймайды. Бірақ қанша мықты болғанымен аттың аты ат емес пе, бір таудың биігіне шыққанда болдырып өледі. Кейінгі ел жұрты осы жібектің жорғасы өлген биік тауды Жорға тау деп атап кетеді. Келесі аңыз кеме қалған шың. Баяғы өткен заманда Құдайдың жаратушы екендігін ұмытып, жер бетіндегі адамзат азып тоза бастайды. Осындай жағдайды көзімен көріп, жаны күйзелген Нұх пайғамбар елді қаншалықты түзу жолға салам десе де, оның тілін алмайды. Күндердің бір күнінде Құдайдан Нұх пайғамбарға хабар келеді. Жердің бетін топан су басады, 40 күн жаңбыр жауады. Азғындардың бәрі суға қарық болады. Сен кеме жасап, әрбір жануардан, аңдардан түрлерінен жұп-жұбымен сол кемеге салып ал дейді. Нұх пайғамбар көп уақыт еңбек етіп, үлкен, мықты кеме тұрғызады. Жан-жануарлардан жұптап кемеге отырғызады. Дәл сол сәттен бастап жаңбыр жауа бастайды. 40 күн жауған жаңбырдан 40 құлаш су көтеріледі. Ол су 40 күнге дейін қайтпайды. Мерзімі жеткен кезде су басылып, Нұх пайғамбардың кемесі бір биік таудың басына келіп қайырылған екен. Сол тауды халық Қазығұрт деп, кеме қайырылған шыңын кеме қалған деп атап кеткен екен. Кеңес тас. Баяғы өткен заманда бір байдың аналық түйесі жоғалыпты. Бошалап барып, боталаған түйенің ботасы қолда тұрғандықтан, бай мен оның ел жұрты түйені ұрлады деген шешімге келеді. Жан-жаққа іздеушілер жіберіп сұрау салады. Ақыр соңында түйені 6 айшылық жерде жатқан Арыстан батырдың алғандығы анықталады. Барып, бас салып тартып алайын десе, батырдан қаймығады. Сөйтіп баршасы жиналып ақыл кеңес қылады. Елдегі белгілі беймәмбетті бір топ адаммен батырға жұмсайды. Бірақ адуынды Арыстан батыр бидің айтқан төрелігін құлағына да қыстырмапты. Тағы да бірнеше күн бойына жиын жасап, Арыстанмен көңілі жақын дос көрші елдің Қорамса деген батырына міндеттейді. Ат терлетіп 6 айшылық жолда 6 күнде жүріп барып, Қорамсаның сапары да сәтсіз болыпты. Енді ел тығырыққа тіреледі. Беті қайтқан бай өзінің қасына сенімді деген ауылдың 5-6 ақсақалын ертіп, таудың беткейіндегі үңгірдің жанында жатқан тастың түбіне келіп кеңес қылады. Сонан жасы жеткен қария ақыл асқан дария қарт адам былай деп ұсыныс білдіреді. Түйенің ботасын Арыстан батырдың ауылының жанына алып барып, бурасына құлбырау салып шыңғырту керек. Ботасының даусын естіген түйенің боздары қақ. Боздаған түйенің даусынан батырдың ұйқысы бұзылады, мазасы кетеді. Ол тәсілді бірнеше күн қатарынан қолдансақ, түйемізді еріксіз қайтарып беруге тиісті дейді. Қарияның осы айтқанын жөн санаған көпшілік дәл солай етеді. Ақырында айтқаны келіп түйелерін қайтарып алған екен дейді. Ал жаңағы кеңес құрған үңгірдің аузындағы тасты көпшілік содан бері кеңес тас деп атап кетіп